Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздерге Мағжан Жұмабаев ақынның «Бәрінен де сен сұлу» атты кереметтей өлеңін оқып берейін. Өлең соңында шығу тарихына тоқталамыз. Бәрінен де сен сұлу. Білем анық, жанға жайлы май сұлу, жарқ-жарқ еткен майда найзағай сұлу, қызық дорман, көңіл деркін кең дала, күміс табақ көкте жүзген ай сұлу. Кешкі ескен жібек жылы жел сұлу, қош иісті түрлі түсті гүл сұлу, әдем аспан төбедегі көк шатыр, асқар тауы дариясы мен жер сұлу. Сылқ-сылқ күліп сылдыр қаққан су сұлу, көлге қонып қаңқылдаған қу сұлу. Бейнайнадай жарқыраған айдыннан, күн шығарда көтерілген бу сұлу. Шаңқай түсте өткір алтын күн сұлу, жымыңдаған жұлдыздармен түн сұлу. Толып жатыр түрлі сұлу дүниеде, бәрінен де маған сәулем сен сұлу. Білесіздер ма, бұл өлеңге атақты композитор Шәмші Қалдаяқов ән жазған. Ән тарихын естігенде бір қуанған едім. Махаббат жөніндегі өлең болса да, отты өлең ғой жүрекке жетер. Мағжан ақын өлеңі арнаған қазақтың бұл сұлу аруы бақытты шығар. Өлеңнің қысқаша шығу тарихына тоқтала кетейік. Мақсұт Майшекин қазақ радиосында жұмыс жасап жүрген кездері болса керек, Шәмші Қалдаяқовты шақырып алып, осы өлеңге ән жазуды тапсырады. Бірақ өлеңнің авторы Мағжан екенін айтпайды. Сөздерін кішкене өзгертіп, өзінің атынан шығарады. Себебі ол уақыттары халық жауы атанған кісінің атын атаудың өзі қауіпті еді. Кейіннен Мағжан Жұмабаев ақын ақталғаннан соң барып, өлеңді өз авторына берген. Мақсұт Майшекин Мағжан ақынды бір тірілтіп, әруағын риза қылып, қазағына екі ірі тұлғаны байланыстырған түрде қауыштыруды қалаған. Ойы жүзеге асты. Қандай керемет ән шықты. Алла рахымын алсын алып тұлғаларымызды.